Рецебі интернет желісінде жоқ өте дәмді карамельді рулет дайындаймыз. Жұмыртқаны ақ уызын сары уызынан ажыратып аламыз, шым-шым тұз қосамыз, ағарғанша миксерлейміз. Қантымызды аз-аздан сала отырып, меренге жасайтын боламыз. Бізде осындай жылтыр меренге шығады. Жұмыртқаның сарысын да 2-3-ке бөліп араластырамыз. Електен какаоны және ұнды разрыхителге өткіздіріп аламыз. Төменнен жоғары қарай ақырындап араластырамыз. Пергамент төселген ыдысымызға құйып, 150 градуста 15 минутта пісіріп аламыз. Піскен коржымызды кері қарай төңкеріп, осылай нығыздап ораймыз. Ыстық күйінде жасау керек. Осылайынан суытып қоямыз. Сливкемізді қайнатып аламыз. Бізде бұл қантқа суымызды қосып, араластырып отқа қоямыз. Араластырмаймыз. Осындай қоңырқай түске кішкене ене бастаған кезде ғана араластырамыз. Карамеліміздің үстіне жаңа қайнаған сливкемізді құйып отырып араластырамыз. Бізде бұл карамель. Мына жерде светі жанбай қалыпты, освещение. Сары майымызды қосып араластырамыз. Ыстық күйінде өзі ериді ішінде. Және ақ шоколад қосамыз. Қалауыңызша қоңыр шоколад қоссаңыз да болады, молочный шоколад. Мен ақ шоколад қостым. Бізде дайын карамеліміз, суытып қоямыз. Енді сливкемізге творожный сыр қосып, қант ұнтағын қосып, қоюланғанша миксерлейміз. Бізде бұл кремі. Осында қою крем шығады. Коржымызды ажыратып, бетіне кремімізді тегістеп жағатын боламыз. Үстіне карамелімізді жағып шығамыз, бір тегіс қылып. Және тығыздап ораймыз. Менде кішкене асты жабысыңқыраған. Ол ешнәрсе етпейді. Осылай холодильникке бір түнге алып қоямыз. Енді бетіне глазурын дайындаймыз. Шоколадқа сұйық май қосып, осылай суытып аламыз. Холодильниктен шыққан рулетіміздің үстіне тегістеп жағып шығамыз. Осындай Қазақстан шоколадын теркадан майдалап өткіздіріп аламыз. Бетіне әсемдік үшін сеуіп шығамыз. Бұл міндетті емес. Өз қалауыңыз бойынша әрлеуге болады. Және 3-4 сағатқа холодильникке алып қоямыз. Бізде холодильниктен шыққаннан кейін осылай кесіп шығамыз. Пышағымызды әр кескен сайын суға батырып кессек, бізде әдемі кесілетін болады. Сол себептен осындай кішкене лайфхак сіздерге. Пышақты әр кескен сайын сүртіп сулап отырған дұрыс. Міне біздің карамельді шоколадты рулетіміз дайын. Менімен бірге дайындаңыздар. Және де ас болсын.